Одан кейін бір мәселе, бұл мәселеге кішкене енді мұқият құлақ салыңыздар. Бұл өте көп дауласып, таласып жүрген мәселелердің біреусі өлгенге Құран оқуға бола ма деген тақырыпта. Негізі бір айтып өттім ба деп ойлаймын сіздермен болған кездесуімде. Егер айтқанымызды қайталау болсын, бірақтан және ықтият көңіл бұрыңыздар. Өлгенге Құран оқуға бола ма? Егер бірінші біз жауапты Құран және сүннет бойынша жауап беру керек деп есептейтін болсақ, онда пайғамбарымызға түскен Құранның ішінде және пайғамбарымыз бізге үйреткен сүннетінің ішінде өлгенге Құран оқыған жағдайлар кездеспейді. Ол жағдайлар кездестіре алмаймыз. Пайғамбарымыз моланың басында Құран оқыды деген, яки болмаса сахабалар моланың басында Құран оқыды деген мәселені кездестіре алмаймыз. Бұл бірінші мәселе. Және де көп жерде мынамен шатастырамыз. Есімізден шығармайықшы. Біз мұсылман болғаннан кейін жаңағы жай кез келгеніміз ат пен ешекті ажырататын шығармыз, Ешекті ат деп, атты ешек деп айтпаймыз ғой. Сол сияқты Құран мен дұға деген екі бөлек нәрсе. Дұға мен Құранды шатастырады көп адамдар. Дұға деген бөлек нәрсе, Құран деген бөлек нәрсе. Құран ішінде бір аяттар бар, дұға аяттар. Дұға мағынасында. Аллахтан жәрдем, біреуге өзіңе жәрдем сұрауың дұға деп келеді. Ал енді Құран ол кәдімгі Құран аяты. Осыны шатастырамыз. Сол үшін көп жерде Құран оқуға болады. Аллах Тағала Құранда айтқан, Құранның осы аятында "Уаллазина жау мин баъдим яқулун раббана ғфир лана ва ли ихуанина сабақна бил иман". Одан кейінгілер келіп, Алла бізді бұрынғы өткендерімізді кешір деп айтады. Міне Құран оқуға болады. Ол дұға бұл жерде. Яки болмаса ал-амуат янфау бил дуаил ахия деп келетін бір нәрсе айтуға тырысамыз, бір хадистерді, өлгендер тірілердің дұғасынан пайда көреді. Міне Құран оқуға болады деп. Субханалла, бұл дәлел емес. Онда сен бір ат пен ешекті ажырата алмайтын біреусің да. Дұға мен Құран ол екі бөлек нәрсе. Сондықтан біз пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның жеткен Құран аяттары бойынша және сүннеті бойынша өмірінде ол кісінің барып қабір басында Құран оқығанын кездестірмейміз. Тіпті ана хадистің өзі, кеше өткен біз хадисіміз иқрау ясин айнда маутакум деген, өліктердің қасында ясинді оқудың өзін қабір басында оқу деп түсіндірмейді. Ол өлейін деп жатқан адам қасында ясин сүресін оқы, өйткені сол арқылы ол ауруына жеңілдік табады, сол арқылы иманын күшейтеді, сол арқылы ақыретті ойлайды, сол арқылы Құдайына тәубе жасайды деген мақсатта екен. Бұны кездестірмейміз. Ал енді біз онда нақты жауапқа келейік, онда Құран оқуға бола ма, болмай ма? Бұл жерде үлкен ғалымдар бұл жерге нүкте қоймаған, сондықтан біз нүкте қойып сөйлеуге асықпайық. Біз кей кезде үлкен ғалымдар нүкте қоймаған мәселеге өзіміз ол ғалымнан өтіп кетіп нүкте қойғымыз келеді. Бұл Құран оқу мәселесінде ғалымдар бәрі бір ауыздан Құран оқуға болмайды деп айтқан жоқ. Және ғалымдардың бәрі бір ауыздан Құран оқи беруге болады деп айтқан жоқ. Өлгенге Құран оқуға болады дегендер болды, өлгенге Құран оқуға болмайды дегендер болды. Құран оқуға болады дегендердің өздерінің дәлелдері болды. Өздерінің дәлелдері болды. Ол жаңағы олар дәлел ретінде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның қабірдің қасынан өтіп бара жатқан кезде қабірдегі азап көріп жатқан адамды көріп, енді сахабалар оны көре алмайды, Аллах Тағала пайғамбарға көрсетеді, қабірде азап көрген адамды көріп тоқтайды. Кейін сахабалар сұрайды, я Расулалла, неге тоқтадыңыз дегенде, мына қабірдегілер азап көріп жатыр екен дейді. Біреусі ямши бин намима, өсек айтатын еді, біреусі жаңағы өзінің зәрінен сақтанбайтын еді дейді. Субханалла, енді ойлай беріңіздер. Бір өсек айтқаны үшін, зәрінен сақтанбаған үшін қабірде азап көретін болса, онда түйені түгімен жұтып жатқанда ертең жағдай не болады? Алла сақтасын, белгісіз де. Намаз оқымағанның жағдайы не болады қабірде? Ораза тұтпағанның жағдайы не болады? Зекет бермегеннің жағдайы не болады? Өтірік айтқанның жағдайы не болады? Ғайбат сөйлегеннің жағдайы не болады? Егер сол жерде жай ғана бір зәрінен сақтанбаған адам қабірде азап көріп жатқан болатын болса, не болады олардың жағдайы? Сондықтан бұл хадис көп нәрсені түсіндіруге тырысады. Осыны айтып кетеді. Енді осы хадисте жаңа Құранға оқуға болады себеп қылады. Түсіндіре алдында мен бір нәрсе айтып кеткім келеді. Өте сақ болыңыздар. Өсек, ғайбат, өтірік деген нәрсені ажырата біліңіздер. Өсек деген сөз ол шын сөз де болуы мүмкін. Құрастырған сөз емес. Шын сөз де болуы мүмкін. Бірақ сенің мақсатың екі адамның арасына шоқ салу. Осы мақсатта айтылған сөздің бәрі өсек болады. Бір ерлі зайыптылардың арасына шоқ салу үшін оның қызғанышын оятатын, сенің әйелің сөйтіп қапты, сенің күйеуің бүйтіп қапты, сенің күйеуің бір қызға ұзақ қарап тұрғанын көріп қалдым сырттан. Бітті, осының бәрі өсек. Ертең сол сенің сөзіңнен ерлі зайыптың арасында ұрыс болатын болса. Яки болмаса екі жақсы дос кісі бар еді, сен соның сөзін барып екеуінің арасына жеткізіп, тура жеткізсең де, мақсатың екеуінің арасын ырылдатсам екен. Екі біріне азу тісін көрсетіп жүрсе екен, бұл өсек. Бұл үшін азап болады қабірде.
Бұның өзі азап алып келеді екен. Сол үшін екі адамның арасын бұзу мақсатында, ол ерлі-зайыпты болсын, олар достар болсын, ол туысқандар болсын, сол мақсатта айтылған сөздер өсек болады, ол шындық болса да. Ал өтірік дегеніміз ойдан құрастыру. Бұған енді түсіндірменің қажеті жоқ. Үшіншісі ғайбат. Ғайбат дегеніміз зикрука ахака бима якра, бауырыңды ұнатпайтын нәрсемен еске алу. Оның бойында болса да, ол қортық, ақсақ, соқыр. Ол есте ұнатпауы мүмкін. Осы сөз айттың ба, ол шынымен соқыр болса да, ол шынымен қортық болса да, ол шынымен ақсақ болса, сен ғайбаттадың, ол үшін сен оның етін жегендей күнә алады екенсің. Бұдан өте сақ болуымыз керек. Ал жанда пайғамбарымыз қабірін өтеді, сонда олар азап көріп жатыр дейді. Біреусі зәрінен сақтанбайтын еді, біреусі өсекпен айтып жүретін еді адамдар арасында дейді. Кейін пайғамбарымыз олардың азап жеңілдетсін деген мақсатта бір көк шыбықты алады да сол жерге қадайды. Бұл әр қурағанша тасбих айтады, сол тасбихы бұларға жеңілдік береді дейді. Кейін ғалымдар алды да осы жерде егер тасбихтан ол егер пайда көретін болса, Құран аятынан да пайда көретін шығар деген ойға тұжырымға келді. Бұндай тұжырымдарды қияс дейді шариғат мәселесінде. Қияс мәселесі дейді. Бұлар Құраннан кейін, сүннеттен кейін, ижмаул уламадан кейін төртінші орында тұратын мәселе. Қиясқа қарсы шықсаң күнәһар болмайсың, қарсы шықпасаң да жаңағы күнәһар болмайсың. Қияс мәселелер. Қияс мәселе дегеніміз белгілі бір мәселеге тура дәлел жоқ, сен сол ұқсатпа дәлелдерді алып келесің, соны қияс мәселесі дейді. Ондай болатын болса, өлгендерге Құран оқуға болады дегеніміз көбіне қияс мәселелер. Бір ғана риваят бар, дәлел ретінде ұстайтын, ол Абдулла ибн Омардың баласы өлер кезде менің қабірім басында Бақара сүресінің 2 аятын оқыңдаршы дегені. Осы ғана ол жерде ең күшті дәлелдің бірі осы ғана болып тұрады. Қалған дәлелдердің бәрі мардымсыз, тек қана қияс мәселесінде болып келеді екен. Яки болмаса пайғамбарымыз өлгенге тірінің берген садақасынан пайда көреді, соны атынан берсе деген жаңағы хадисі бар. Өлген адам артынан қажылық істеуге болады, өзінің қажылығын өтеуге болса деген болатын. Осы бір нәрселерге байланысты, ондай болатын болса, өлген адамға садақадан сауабынан пайда көрсе, істеген қажылықтың сауабынан пайда көрсе, онда оқылған Құранның да сауабынан пайда көретін шығар деген ғалымдардың тұжырымы болған. Ондай болатын болса, біз өлгенге Құран оқуға бола ма, Құран оқуға болмай ма деген мәселеде нүкте қоймағанымыз жақсы екен. Егер де бір мұсылман барымыз көрсе Құран оқытқан, ол үшін оны еш уақытта айыптамаңыздар. Тіпті мен сіздерге өздеріңізге өсиет қылатын едім, егер сіздерді көршілеріңіз, болмаса бір ауылдағы бір таныстарыңыз өлген кісіме Құран оқып бер деп шақырса, барғандарыңыз жақсы, қашқандарыңыздан. Барғандарыңыз жақсы. Сол Құранды естіртіңіздер. Ол Құранның дауысының өзінде шифа бар. Сол Құранды оқып бергенде соны аударып беруге тырысыңыздар. Үйретуге тырысыңыздар. Олар сені өзі іздеп келіп қалған кезде, ол шіркеуге барған жоқ қой. Попқа барған жоқ қой. Ол саған келді. Сенің көкірегіңде Құран бар деп. Осы бір жаңағы ілгекті ұстай отырып, оны дін шақыруға мүмкіндік тауып тұрғаныңызға қуаныңыздар. Сондықтан уже ат-тоңыз алып қашпай, бидағат деместен, ал енді уағыздамау харам. Күнә ол. Елді дінге шақырма, мүмкіндік болып тұрған кезде. Сол үшін барғандарыңыз жақсы. Ол барған кезде оның міндетті түрде сауабын бағыштау мәселесінде қазір тағы тоқтаймыз. Енді өлгенге Құран оқуға болады деп ғалымдардың ішінде айтқандар болған екен. Үлкен ғалымдар да болған, мысалы Имам Тахави, олар да рұқсат берген. Шафиғи мазхабының кейбір ғалымдары олар да рұқсат берген. Өлгенге Құран оқуға болатын байланысты рұқсат бермегендер де бар, айтып кеттік. Енді кімге Құран оқуға болады? Осы мәселені білейік. Өлген